Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай дәмді болып шығатын карст ұлтының тағамын ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы су құйып, татымына қарай тұз саламыз. Тұз салып, араластырып, жақсылап, үстіне құрғақ ашытқымызды салатын боламыз. Ұнымызды електен өткізіп, орташа қамыр илейтін боламыз. Орташа қалыңдықтағы қамыр илейтін боламыз. Жасалу жолы өте оңай, өте дәмді тағам болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Қамырымызды илеп алдық, енді жылы жерге 1 сағатқа қоятын боламыз. Қамырымыздың үстіне май жағып, осылайынан жасасаңыздар, қамырларыңыз жұмсақ, әдемі болып көтеріледі. Бетін жауып 1 сағатқа қоямыз. Енді ішіндегі салмасына кірісетін боламыз. Туралған ет болмаса, тартылған ет қоссаңыздар болады. Мен турап етті қостым. Ет, сиырдың іш майын және 40 қабат пиязды араластырып, дәмдеуіштерді, тұзды салып, жақсылап араластырып дайындап қойдым. Енді қамырымыз ашыды. Қамырымызды қолымызбен илеп, бірнеше бөліктерге бөліп қоямыз. Сонымен қатар менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Видео рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Осылай қамырымызды бетін жауып қоямыз. Осылайынан суалап болған соң 5 минуттан кейін бір шетінен алып, оқтаудың көмегімен жайып, алдын ала мантаваркамызды газге қойып, қайнатып қоямыз, дайындап. Енді қамырымызды орташа көлемінде қатты жұқа қылмай жайып, ортасына салмасын салып, видеодағыдай неше түрлі қылып түйуге болады. Ортасы ашылып кетпейтіндей қылып, осылайынан түйсеңіздер болады. Жасалу жолы өте оңай, өте дәмді болады. Кешкі асқа болмаса түскі асқа дайындасаңыздар болады. Енді 45 минут аралығында пісіріп алдық. Біздің пигодеміз дайын. Баршаңызға ас болсын. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Баршаңызға ас болсын.